Сандуғаш қалайсыз? Қалайсыздар? Қайырлы күн баршаңызға. Менде барлығы жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы. Сен бүгін сен эфирде болдың қонақ ретінде. Мен жанкүйер ретінде өзімнің құрбыма Гүлвира үшін полицияға келген болатынмын. Эфир маған қатты ұнады. Атмосферасы бөлек. Әрине, атмосферасы. Адреналин. Қалай өзің жанкүйер болып кеткенін білмей қаласың, ана жерде шалпырап айғайлағым келіп көмектескім келіп экранға өзім шыққым келіп кетті десуге. Солай күшті болды. Демалыс қалай өтті? Демалыс жақсы өтті. Демалыста мен демалмадым, бірақ мен жұмыс істедім. Демалысқа жұмыс істейсің ғой? Иә, демалыста. Би? Иә. Біз қазір новый номерлер дайындап жатырмыз. Оразада негізі демалыс деп айтады ғой, бірақ бізде қызу жұмыс нағыз оразада. Осы сәтті пайдаланып жұмыс. Дұрыс, жұмыстарымыз көп болсын. Әрине. Қалайсың? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Күшті. Сенбілік эфирде барлық көрермен жазып жатты. Зарина тума талант екен ғой, харизма ұрып, стендап деген керемет. Сондай өнеріңіз бар екен ғой? Оказывается, бар екен, оны мен сол күні байқаған болатынмын. Негізінде бір моментально негізі біреуге бір пародия жасаймын деп сондай зат кеткенім бар енді. Негізінде мен егерде шынымен де былайынан дайындалатын болсам, тогда күшті бір стендап шығаруға болады екен. Соны соған көзім жетті. Және де бүгін ерекше күн. Сенің құрбының туған күні. Конечно, Нәжептің туылған күні. Оны баршамызға құттықтаймыз. Бұйырса, өзіміз жеке құттықтаймыз деген ойдамын. Одан бөлек ертең тағы да бір қыздың туған күні. Тоже менің жақын адамым. Сол екі күн қуамыз. Үміткеріңіз олай? Үміткерім жақсы. Хабарласты ма кеше? Жоқ. Хабарласпады. 8 мартта көңілсіз қалдыңыз, рас екен. Иә. Қалайсың? Барлығына сәлем, қайырлы күн. Менде барлығы жақсы. Өздеріңізге Көңіл күй қалай? көңіл күйім жақсы. Сенбілік эфирді көрдім. Иә, сенбілік эфирді көрдім. Тартыс болды мына жерде. Енді бір-екі ауыз сөз ойыңды айтып кетсең. Алаура Апта жеңімпазы болды. әділ болды деп ойлаймын енді. Қалған қыздар енді ренжімейді деп ойлаймын енді. Әділ қыздар солай шеше, значит солай болу керек болған деп ойлаймын. Кеше қалай өтті демалысың? Демалыс мереке күшті өтті, тойладық. Үміткерің хабарласып жүр ме? Үміткерім, иә, жағдай жақсы, барлығы күшті түседі. Қаталмасу, хабарласу болып жатыр әйтеуір. Иә, сөйлесу болып жатыр. Түсінікті. Бүгін дүйсенбі, көрерменге бір тілегін тілеп қой. Аптаның жаңа күні барлығымызға береке болсын, жақсылықпен басталсын дегім келеді. Ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Әумин, қабыл болсын. Қалайсыз, Назерке? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Бізде бәрі жақсы, құрметті көрермен. Бүгін Назеркенің туған күні. Иә. Туған күні құтты болсын. Рахмет. Бірге болсын деп. Көңіл күй қалай? Жақсы бәрі. Демалыс қалай өтті? Жақсы өтті. Достармен көрісіп, сол кішкене әңгімелесіп, ішімдегі шығарып алғаным бар. Үміткеріңіз бар? Иә, бар. Кездесу болды ма? Әлде кеше өзіңізге көңіл бөлдіңіз бе? Әлі кездесу болған жоқ. Сіздің тоғызыңыз күшті, 8-нен кейін 9-ға. Иә. 2 күн. Иә, 2 күн праздник менде. Сонымен қыдырасыз бүгін? Иә, бүгін қатысушылармен ойымызда бар, бұл жерге барып отырып қойды ғой. Сізге тек қана денсаулық, мол бақыт, арманыңызға жетіңіз және барлық қойған мақсаттарыңыз орындалсын. Рахмет.